Баршаңызға сәлем достар. Бүгін термомикстің көмегімен жасалатын картоп пен еттен дайындалатын ыстық тағам дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті мөлшерлерін описанияға жазып қалдырамын. Ең әуелі термомиксімізге жуамызды салып және үстіне туралған сәбізімізді саламыз. Оларды ұсақтап турап алу үшін қақпағын жауып 5 секунд скорость 4-ке қоямыз. Үстіне майымызды құямыз. Одан кейін үстіне етімізді саламыз. Дәміне қарай 1 қасық тұзымызды, паприкамызды және қара бұршымызды саламыз. Қалауыңызша. Үстіне суымызды құямыз, етіміз батқанша. Және жан-жағын жинақтап алып, қақпағын жауып, 40 минут варома реверс 2-ге қоямыз. Мен гарниріне картоп дайындадым. Ол картопты жаңағы 40 минуттың 10 минуты қалған кезде үстіне салып пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын, тез дайын болды. Өте дәмді болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.